Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін үй жағдайында осындай жұмсақ өте дәмді пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен жылы суымызға тұз, қант және дрожжи салатын боламыз. Біраз қасықта толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Барлығын жақсылап бірдей масса болғанша араластырамыз. Енді үстін 10-15 минутқа жауып, көтеруге алып қоямыз. Неке біздің апарамыз дайын, өте әдем болып көтерілді. Және осының үстінен бір араластырып жіберіп, жарты стаканда сұйық майымызды құятын боламыз. Және де оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бұл рецептпен дайындайтын болсаңыздар, бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын болады. Жасап көруге кеңес беремін және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Енді дайын болған массамызға ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға кішкене жабысатын болады. Оны да үстін жауып 40-50 минутқа көтеруге қоямыз. Мінеке бізде қамырымыз дайын. Енді салмасына өздеріңіз қалаған заттарыңызды қолдансаңыздар болады. Мінеке менде осы рецепт бойынша 2 пицца шығатын болады, үлкен-үлкен. Енді оны жайлап қолымызбен жаятын боламыз. Қаласаңыздар оқтаудың көмегімен де жайсаңыздар болады. Ал енді кетчуп және майонезімізді әдемілеп жақсылап жайып шығатын боламыз, барлық жеріне біркелкі етіп. Ал кетчуптың орнына сіздер томатный пастаны жақсаңыздар да болады. Ал енді осылай алдын ала кесіп дайындап қойған колбасаларымызды бір тегістеп әдемілеп қойып аламыз. Бұл енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Мінеке осылай ең алдымен 15 минутқа қызып тұрған пеште қызартып пісіріп аламыз. Ал одан соң ірімшігімізді жақсылап бетіне қойып шығатын боламыз. Сырыңыз қаншалықты көп болатын болса, пиццамыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын болады. Ірімшікті сепкеннен кейін онда тағы 10 минутқа қоямыз ыстық пешке. Мінеке бізде өте дәмді пиццалар шықты. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.